Дәрігер күніне қанша бал жеуге болатынын айтты. Балдың емдік қасиеті ерте заманнан белгілі. Сонымен қатар, бал соншалықты зиянсыз да емес. Оның пайдасы мен зиянын гастроэнтеролог айтып берді. Калориялары бойынша бал қанттан сәл ғана төмен. Сондықтан оны қалыпты мөлшерде тұтыну керек. Денсаулық пен сымбатқа зияны тимеу үшін күніне 3-4 шай қасықтан артық бал жеуге болмайды. Негізінен балды таңертең жеу ұсынылады. Егер күнделікті қант тұтынатын болсаңыз, онда балдың мөлшерінде азайту керек. Мысалы, екеуін күніне 2 шай қасықтан артық жемеу керек. Балдың құрамында көмір сулар көп, сондықтан энергияның тамаша көзі. Оның құрамында әртүрлі микроэлементтер мен пайдалы қышқылдар бар. Дегенмен балдан жеткілікті мөлшерде дәрумен аламын деу қате. Балдың құрамындағы дәрумендердің мөлшері өте қарапайым, әсіресе жемістер мен көкөністермен салыстырғанда аз. Бұл өнімнің көмегімен дәрумен жетіспеушілігін толтыру мүмкін емес. Ол үшін бірнеше килограмм жеуге тура келеді дейді дәрігер. Балдың емдік қасиеті бар дейді. Бұл дұрыс. Оның құрамында бактерияға қарсы биологиялық белсенді заттар, фитонцидтер бар. Бірақ балды ыстық шайға емес, суыған шайға қосып ішкен дұрыс. Ыстық суда өнім пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Сол сияқты қатты суыған суда балға осылай әсер етеді. Сондықтан оны бөлме температурасында ішу керек. Ал сіз балды жиі тұтынасыз ба? Төменде өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.